Ішкі істер министрі Тұрғынбаев шетелдік нөмірі бар автомобильдерді қолдануға тыйым салу туралы жоспарлармен бөлісті. Былай дейді, нақтырақ тоқталсақ, Армения, Қырғызстан, Ресейде тіркелген көліктерге байланысты шағым көп. Елімізде тіркелмегесін, олардың иелеріне қатысты шара қолдану мүмкін емес. Ал олар адам тасып, жүк тасып, кәсіпкерлік қызметпен айналысады. Біз оларға шектеу қойып, уақытша тіркеуге тұруды міндеттеуді ұсынып отырмыз. Сөйтіп, Қазақстан азаматтарына сондай көліктермен жолаушы жүк тасуға тыйым салуды ұсынады. Бұл тыйымдарды енгізу үшін заң өзгертілуі керек. Аталған мәселені біз былтыр жылдың соңында көтергенбіз. Мәселе оңай емес, жолаушы да жүк те тасымайтын жеке шаруасына, тіршілігіне қолдану үшін алғандар бар. Олар Армения, Ресей, Қырғызстаннан көлікті әлде қайда тіпті 2 есе арзанға алған. Ал Қазақстанда тіркетіп, мемлекеттік нөмір алуға 2-1-нің жағдайы жетпейді. Өйткені салық мөлшері көліктің жылы мен қозғалтқышының көлеміне байланысты құбылады. Қозғалтқыштың әр текше сантиметріне көлік иесі 3 еуро баж салығын төлейді. Мысалы, қозғалтқыш көлемі 2300 текше сантиметр десек, осыны 3 еуроға көбейтеміз, шыққан 6900 еуроны өзіміздің ақшаға айналдырсақ, салықтың өзі 3 миллион теңгеге жуық. Ресейдің 5 бірдей облысымен шектесетін Оралда да шетелдік көлік өріп жүр. Себебі жаңа айтқанымдай, бағасы арзан, сапасы да көңілден шығады. Былтыр полицейлер шекара асқан 2000-дай көлікті тізімдеген екен. Содан бері Ресей ғана емес, Армениядан келген мәшинелер еселеп көбейген. Автокөлігін иелері қалай бұрын осы күнге дейін пайдаланып, солай пайдаланады. Оның бір несі, жаңағыдай жол көлік оқиғасы болған жағдайда немесе жол қозғалыс ережелерін бұзған жағдайда біз анықтау үшін нақты жалпы келіп жатқан санын білу үшін сол бағытта жасалған отыр. Уақытша тіркелген автокөліктер бойынша сол қай елдің автокөлігі сол елге сұраныс жолдаймыз міндетті түрде. Содан кейін көліктің арғы бергі тарихы түгенделіп тексеріледі. Дегенмен проблема бар. Полиция дерегінше құжаттарынан шикілік шыққан шетелдік 22 көлік айып тұрағына қойылған. Қалғандары еш кедергісіз көшеде жүйткіп жүр. Кедергісіз демекші, былтыр осы көліктер 42 мың рет жол ережесін бұзыпты. Вот сол учеттен шығарып тастағанда ол машина кімдікі болады содан кейін. Жаңа номері армянский, техпаспорты тоже армянский. Сонда азамат Қазақстандікі. Сол бізге өзімізге де түсінікті болып, түсініксіз болып тұр. Біз бұл жерде қалай ол ситуациядан шығатынымыз өзіміз білмейміз. Отандастарымыздың көбінің автосалоннан су жаңа көлік сатып алмайтыны белгілі. Лақсас шыққан мәшинені кім мінгісі келеді? Тәп-тәуірін шетелден арзанға алуға болса неге сөйтпеске дейді? Сөйтеді де. Мәселе, көлікті болсын, басқаны болсын, күнделікті тұрмысқа қажет дүниелерді сатып алуға қабілеттілікті артыратын қадамдарда. Сондай экономикада болса керек.